досың барда жау бармайды, ат үстінде аудармайды. Алынбайтын қамыл болсан, бағынбайтын дау болмайды. Шешілмеген дау қалмайды, дауласқанда дау бармайды. Көп ішінде адал болсан, сен ішінде армандайды. Қабырғам ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз, достығы жарасқан, достығы жарасқан. Қабырғам ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз, достығы жарасқан, достығы жарасқан. Ассалаумағалейкум достар, каналға қош келдіңдер. Соңғы аптада елімізде болған жағдайдан барлығыңыздың бастарының аман және де жағдайлардың жақсы деген сенімдемін. Және де айтайын дегенім, менің каналымда 80% жастар қарайды екен. Оның 18-ден 25 жаста аралығындағы жастар өте көп. Өз еліміздің болашағы біздің жастардың қолында. Сондықтан қазақтың мәдениетін дамытайық, қазақ халқының яғни мәдениетін дамытып, және де жаңа Қазақстанды бірге жасайық. Ал дәл қазір видеоның басында айтып кеткен достығымыз жарасқан ән гитарада ойнап үйренеміз. Бірінші аккордтары. Ең алдымен мен сендерге барремен аккордтарды көрсететін боламын, сосын видеоның соңында баррес аккордтарды үйретемін. Бастайық. Так, бірінші аккорд бұл GM деп айтылады. Баррені 3-ші латқа қоямыз. Мына екі саусақты 4-ші, 5-ші струналарға қоямыз. Неге? 5-ші латқа. Бірінші аккорд. Екінші аккорд F аккорды. Осы жерден баррені жылжытамыз. Бірінші латқа, мына жерде 3-ші, 5-ші, 4-ші аккорд струналарды ұстаймыз. Бұл F аккорды. Үшінші аккорд бізде CM деп айтылады. Баррені қайтадан 3-ші латқа келеміз, одан кейін екінші струна, 4-ші струна, 3-ші струна ұстаймыз. IM деп айтып болады. Міне осылай. Одан кейін D7 деген аккорд бар, немесе D аккордында ұстауға болады. Бұны былай істейміз. Мына жерде тұрдықта 5-ші латқа жылжимыз төменге, одан кейін мына саусақты 2-ші струнаға қоямыз. Так, 7-ші латта, одан кейін мына саусақпен 4-ші струнаға қоямыз. Дәл сол 7-ші латқа. Онда D7 деген аккорд шығады. 4 аккордты таптық. Енді қағысы. Қағысын біздер екі түрін көрсетем. Мен деген біріншісінде былай ойнадым. Бұнда бочка бар. Бочка деген мен былай ұруды бочка деп айтады. Ұрамыз, сосын төмен жоғары глушка жасаймыз да жоғары ұрамыз. Төмен жоғары глушка, жоғары. Бочка, төмен жоғары глушка, жоғары. Нені ұрған кезде, глушканы ұрған кезде, мына бас бармақ төменге қарап тұру керек. Сосын жоғары жүреміз. Так, түсінікті деп ойлаймын. Екінші қағысы қайырмасында мен өзгерттім. Ол мынандай. Жай ғана мына жерден ұрамыз. И жоғары. Қолды былай көтермейміз. Мына саусақтар ішке қарай кіреді. Болды. Так, енді бастайық. Текст шықсын. Досың барда дау бармайды, ат үстінде аудармайды. Алынбайтын қамал болсан, бағынбайтын дау болмайды. Шешілмеген дау қалмайды, дауласқанда дау бармайды. Көп ішінде адал болсан, сен ішінде армандайды. Қабырғам дейсің де, потом қайырмасы басталады. Қабырғам ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз, достығы жарасқан, достығы жарасқан. Қабырғам ағаштан, керегем ағаштан, өсірген қара жер, көтерген көк аспан. Жалынды жастарымыз,
екінші шумағында дәл осылай ойнаймыз, бірінші шумақ сияқты жаңағы. Потом қайырмасы қайталаймыз. Ал енді бариз аккордтары, бұлар AM, одан кейін DM аккорды, сосын G аккорды бар, сосын E аккорды бар. Бариз табылмайтындерге мен деген бочканы пока ойнауға кеңес бермеймін, оған ерте әлі. Сондықтан мен сендерге тек қана төрттік қағыс үйрететін боламын. Төрттік қағыс бұл деген төмен, жоғары, сосын глушка, жоғары. Төмен, жоғары, глушка, жоғары. Түсінікті шығар. Бастайық. Так, бірінші AM аккордын ұстаймыз, қазір текстпен бірге. G-ға барамыз. Аудармайды, дем, алынбайды, аямал болса, Е-ге барамыз. Ғанбайтын, тау, аям болмайды. Тағы бір айтайыншы. Досым барда, жау бармайды, ат үстінде, ау, G бармайды, алынбайтын, қамал болса, бағынбайтын, тау болмайды. Сосын жалғастыра береміз. Осылай. Шешілмеген дау қалмайды, дауласқандар дау қармайды, көп ішінден аттау болсаң, сен ішінде армандайды. Сосын қайырмасына келгенде бағана қағысты ойнасақ болады. Ол арамыз нанбай. И жоғары. Кеттік. Қабырғам дем қарамыз. Алаштан, то есть болдық. Сен ішінде армандайды. Қабырғам, и потом алаштан кереген, аям ағаштан өсірген. Қайдадан дем. Қара жер көтерген. Қайдадан аям көк аспан жалынды. Қайдадан дем. Жастармыз достығы. Иеге барамыз. Жарасқан достығы, жарасқан. Қабырғам, и қайтадан жаңағыдай қайталаймыз екінші рет. Одан кейін екінші шумағында бірінші шумағы сияқты қайталаймыз. Немесе, егерде бағана төрттік қағыс ұнамай жатса, онда деген жаңағы қағыспен ойнай берсек болады. Просто былай, 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 былай. Досың барда, жау бармайды, ат үстінде аудармайды, талынбайтын, қамал болсаң, бағынбайтын, дау болмайды. Міне осылай ұрай бересіңдер. Достар, бүгінгі әнге жасалған разбор сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Және де ұнап жатса, лайк басып комментарийға келесі разборда қандай әнді көргілері келеді, соны жазып кетіңдер. Сау болыңдар.